аға, бұл асфальт қой. Қараусыз қалған асфальттар ғой бұл деген. Атырау бай қала, арман қала, бірақ өз жыртығын өз жамай алмай отырған ең сорақы қалалардың бірі. Бүгінгі бағдарламада Атыраудың тесік, шұңқыр жолдарын жырлайтын боламыз. Атырау мұнайлы қала, Қазақстандағы бай қалалардың бірі. Әйтсе де Батыс Қазақстандағы 4 облысты салыстырғанда жолдардың ең жаманы осы Атырауда. Бұндайды сіз Орал, Ақтау, Ақтөбе қалаларынан кездестіре алмайсыз. Өйткені жол жөндеу жұмыстары уақытында жасалмайды. Сол себепті жолдарымыз азып кеткен, тозып кеткен, жыртылып, ойылып кеткен. Тіпті байлығында шек жоқ Атырау бүткіл Қазақстанды асырап отыр. Бірақ өзі тыр жалаңаш. Қалай істейді ме? Темек шек алмайым, бірақ Атыраудың жолдары шеккізеді, ішкізеді. Әрине, жолдарымыз кедіріп отыр. Тіпті далалықты айтпай-ақ қояйын, орталық көшелердің де сапасы сын көтермейді. Жолдардың қақ ортасына шошайып шығып тұратын колодцың бар, немесе ішіне түсіп кететіні бар, қайта-қайта ойылып кететіні бар. Бұның бәрі жол жөндейтін компанияның қателігі. Бұларды акимат тексеріп айтпаса, сөздің атасы өледі. Алдыңғылары қартаң болған, бірақ оған қарамастан жолдарымыз тегіс болған. Жалындаған жастар келді деп қуандық. Жастық шақтан не пайда, жалында бір жан баса. Бөркімізді аспанға лақтырдық, жастар жасайды деп ойладық. Алайда жас әкімдер кабинеттен әрі салмай, қаланы бейне бақылаумен ғана бақылап, шектелгені көрініп ақ тұр. Жолдармен жүрмейді, араламайды, көрмейді. Мен мұнан түсінбеймін. Бір тесік жамау, миллион ба, миллиард ба? Қаланың ішіндегі жолдардың тесігінен көзің ашылмайды. Хотя жасап жатырмыз дейді, бірақ техникалар көрінбейді. Жылдар бойы жатып азар жамалатын асфальттың тесігін жамайды, алайда бір жаңбыр жауса, быт-шыт болып үгітіліп, қайтып шұңқыр болып шыға келеді. Далаға кеткен есіл ақша, есіл уақыт. Жол азабын жүрген көрер. Құрметті әкімдер, бір кезек жылы жұмсақ креслоларыңнан құйрықтарыңды көтеріп, Атыраудың әдемі жолдармен жүруге кеңес беремін.